Сәлем достар, күндеріңіз сәтті болсын. Бүгін эксклюзивті интервью. Бізде қонақта 6 Б сынып оқушысы республикалық дарын ғылыми жоба байқауының жүлдегері Темірхан Айбар. Қош келдің, Айбар. Көңіл-күйің қалай? Қош көрдік, бәрі тамаша. Айбар, сен мектебіміздің мақтанышы дейді. Ғылыми жобадан жеңіске жетіпсің. Осы ғылымға сені тартқан адам кім? Мен бала кезімнен үлкен шумақ өлеңдерді жаттадым. Және де менің әкем тарихшы ғалым болғандықтан мен одан көптеген қызықты тарихи оқиғаларды естіп, тарихи ескерткіштерді көріп, осы ғылымға деген қызығушылығым ояна бастады. Сен әлі жеткіншексің. Саған ғылым жолы ауырлау емес пе? Достарынан қалмай асыр салып, топ қуалап жүргенге не жетсін? Жаны жақсы ағаның етегін баспа, жолын қу, болайын деген баланың бетін қақпа, белін бу демекші. Мен көптеген тарихшы ғалымдардың көптеген еңбектерін оқып, осы жолға өз еркіммен келдім. Келесі сұрағым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласында кездесуінде сен жас ғалым ретінде таныстырылым өткіздің. Сен мемлекет басшысына қандай секторды таныстырдың? 2024 жылы 1 маусымында менің өмірімдегі ең ерекше күн болып есептеледі. Себебі бұл күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Алматыға келіп, республикалық жас ғалым жобасын көрді. Мен президенттің жанында жүріп, оған арт кеңістігін таныстырдым. Елбасы Қасым-Жомарт Тоқаев саған сыйлық сыйлапты. Құпия болмаса, сол сыйлық туралы айтып бере аласың ба? Осы фестиваль қарсаңында президентіміз маған соңғы үлгідегі айпадты сыйға тартса, президенттің көмекшісі Руслан Желдібай ағамыз Лего ойыншығын сыйға тартты. Керемет. Айбар, сен жалпы досың көп пе? Олар да сен сияқты ғылыммен айналыса ма? Менің досым өте көп. Досы барды жау алмас дегендей, мен көптеген жоба бойынша көптеген қалаларда болып, мен сияқты ғылыммен айналысатын көптеген достарды таптым. Керемет. Жалпы жас ғалымдарға, ғылым жолын таңдаған жеткіншектерге қандай тілек айтар едің? Құрметті оқушылар, сіздерге айтар кеңесім, сабақты жақсы оқыңыздар. Себебі қазір білімділердің заманы. Өмірде ешқашан сарқылмайтын ең керек зат ол білім. Білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар демекші, сіздердің мыңды шығатыныңыздарға сенімім мол.